Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Сұлушаш. Бүгін сіздермен ыстық күні шөлде жақсы басатын каркаде сусынын дайындайтын боламыз. Және де бұл каркаде сусынын ыстық күйде шай күйінде ішсеңіз де болады, яғни қан қысымын төмендетеді. Ең алдымен бізге осындай каркаде шайы қажет болады. Оны кез келген супермаркеттен алсаңыздар болады. Осылай алдын ала құйылып, кастрөлімізге су құйып, каркадемізді саламыз. Қантымызды саламыз. Әзірше мен 1 стакан қант салдым. Кейін дәміне қарай тағы да қосуға болады. Және де отта қайнағанша ұстаймыз. Сусынымыз қайнағаннан кейін осылай кувшинге апельсин, лимон, алма салып, үстіне каркадемізді құямыз. Әбден суытып алғаннан кейін құюға болады, немесе ыстық күйінде құя берсеңіз де болады. Және де қосымша мята салсаңыздар болады, яғни жалбызды. Сусынымыз әбден тұнғаннан кейін осылай сұйық бөлігін құйып аламыз. Ыстық күні нағыз шөлді басады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Дәміне қарай қантын қосып отыруға болады. Егер қантыңыз көп болып кетсе, үстіне қосымша қайнаған су құйып, дәмін реттеуіңізге болады. Дайын сусынымыз осындай болып шығады. Түсі өте әдемі. Апельсин мен лимон, алма бөліктерін қосқаннан кейін дәмі ерекшелене түседі. Егер мятаны жақсы көрсеңіз, мятаны да қосуға болады. Шөлді басатын өте дәмді, пайдалы, керемет сусынымыз осындай болып шығады. Сіздермен бірге болған Сұлушаш. Егер де видеоны соңына дейін қараған болсаңыз, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын!